2025 жылы 27 ақпанында өз телефонымда қоғамдық транспортта қатып кеткен болатынмын. Сол мезетте біздің полиция мамандарымызға хабарласып, арыз жазғанмын. Арыз жазған сәттен бастап біздің жедел іздеу бөлімі жұмысын бастап, телефонымда 23 ақпан күні түстен кейінгі уақытта тез арада телефонымды тауып, маған хабарлап, бір қуантқан болатын. Сол сәтте тәнті болғаным рас. Алдағы уақытта өз сенімді және де алғысымды білдіргім келіп тұр. Жігіттерге үлкен рахмет. 23 февраль күні 2025 жылы 15 автобуста сумочкамды жоғалтып алып едім. Содан полицияларға звондап, арыз жазып, олар келіп маған жедел түрде көмек көрсетті. Сөйтіп, сумочкамды тауып беріп, ішіндегі ақшамды да тауып беріп, маған көмек көрсетті. Осы кісілерге, полиция қызметкерлеріне, жедел ұйымдастыру бөліміне үлкен көп рахмет. Осылай тез арада көмек көрсетіп тауып берген үшін алғысым шексіз. Келешекте оларға тілерім семьяда бақытты болсын, еңбектері жана берсін, еңбектері жемісті болсын, еңбектерінде өсе берсін. Сол көп рахмет. Осы Астана қаласына баладарыма қыдырып келіп қайтуға тиіс болған пойызбен. Сол кешінде автобуспен вокзалға жету үшін кетіп бара жатқан кезімде автобустың ішінде стол астына қойған сумкамды ұрылар алып кеткен екен. Вокзалға барғанда ұрылар алып кеткенін бірақ білдім. Сол жерден тура полиция бөліміне барып, осындай сумкам жоғалды дегенді хабарладым, және тізгіншіге менің сумкам жоғалып кетті деген айтқан болатынмын. Содан кейін сол жерде полиция өкілдері дереу келді, менен арызымды алды, және тектеп көп дүниелерді сұрады. Ертеңінде сол Әуезов 40 атындағы 40 көшесінің бойындағы тұратын полиция бөліміне тілдестім. О жерде Ерғалым деген азамат қабыл алып маған дереу іздейтіндігін, жігіттерге тапсырма беретіндігін айтты. Енді сол жігіттердің ширақ қозғалуының тәжірибесінің арқасында бүгін ақпанның 25 күні 2 күннің ішінде менің жоғалған сумкам табылғанына қуанып отырмын. Оған қуанатын себебім, сол сумкамның ішінде менің қажетті құжаттарым болған еді. Міне сол істі шебер ұйымдастырып, сумкамды, құжаттарымды тауып берген жедел іздестіру бөлімі кіші жедел уәкілдері Смақан, Нұрмұхамед, Нұрбай, Бақдәулет, Амангелді, Жақсылық қатарлы өз ісіне ысылған шебер, жедел қимылдайтын азаматтарға көп рахмет айтып, ары қарайғы жұмысынан үлкен табыс тілеймін. Халқымыздың осындай қуанышты адал істеріне үнемі кірісіп, халықтың ықыласына бөленіп жүруін тілеймін. Жігіттерге көп рахмет.